Білім ұлтты ұлымыратқы жетелейтін алтын көпір. Ал сол білім шамшырағын жағып, қазіргі ұрпаққа заманауи талаптарға сай білім сіңіріп жүрген бірегей жүйе сатылай кешенді оқыту технологиясы. Бүгін біз Астана қаласындағы әдістемелік орталық пен нөмірі 52-ші Бейімбет Майлин атындағы мектеп гимназиясына келіп қалдық. Бұл жерде сатылай кешенді оқыту технологиясы арқылы қазіргі білім жүйесін жетілдіру атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтуде. Бұл семинарға білімнің тереңіне бойлататын, өз ісінің хас шебері атанған ғалымдар мен педагогтер қатысады. Ендеше, қош келдіңіздер. Ұстаз ұлы есім. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ақылдың даналығы, еңбектің шыңы. Халқымызда білім бақтың жібермейтін қазығы дейді. Міне, сол білімнің терең тамыры, биік бұтағы, жаңа ғасырдың ізденісімен, жаңа технологиямен әрленуде. Жиынның шынайы шуағы Нұршал Жанбайқызы, тіл тағдыр, білім болашақ деп, білімнің қасиетін жүрекпен ұққан ұлт жанашыры. Оның ізгілікті еңбегіне, ұлттық рухты оятқан технологиясына құрметпен қараған Қырғызстаннан келген профессорлар мен тәжірибелі мұғалімдер, отандық білім көшін алға сүйреп жүрген ел ішіндегі майталмандар. Бүгінгі сұрақ-жауапқа келіскеніңізге көп-көп рахмет. Осы сатылай кешенді оқыту технологиясы қазіргі заманның қандай қажеттілігіне жауап беріп отыр деп ойлайсыз? Қазіргі заманның, қазіргі Қазақстанда білім саласында адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізіліп жұмыс жасауда. Ол жердегі басты мақсат, яғни құндылықтар, білім стандартына құндылықтармен, яғни тәрбиедегі құндылықтардың барлығы бірдей болу керек, және тәрбие мен білім бұл егіз бөлек жүрмеу керек, бірге жүру. Яғни біз пәнде оқушыларды пәндік білімді біле отырып біз тәрбиелеуіміз керек. Осыған байланысты осы бағдарламаны интеграция жасаған кезде пән мен тәрбие сол кезде бұл әдістеменің берері көп, себебі деген талдау арқылы ол жерде біздің алаш азаматтар айтып кеткен негізгі идеология, яғни мақсаттар дейміз ғой, соның осы технология арқылы да кіргізуге болады. Жаңа өздеріңіз көргендей, яғни математика шама тілінде арыстан баптың дөңгелекті қалай есептеу керек, диаметрін қалай есептеу, радиустарын қалай алған дегенде, сонда біз арыстан баптың кесенесін қалай салынған деген туралы, яғни физикалық тұрғыдан қандай екендігін дұрыс шықты, математикалық тұрғыдан. Сондықтан бұл технологияның қазіргі таңда осы бағдарламаны енгізіліп кетуіне де жақсы көңіл бар деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Бүгін сізді модератор ретінде көргеніңізге өте қатты қуаныштымыз. Сіз үшін ұстаздық миссия деген қандай мағынаны білдіреді? Енді ұстаздық миссия деген ол ең бастысы тек қана балаға білім беріп қана қоймай, ең бастысы балаға тәрбиені беру. Өзінің бойындағы ұстаздың бойындағы ең жақсы қасиеттерді, адамның бойындағы ең жақсы қасиеттерді болашақ біздің балаларға үйрету. Білім шырақ, ұстаз шамшырақ. Білімнің шамын маздатқан бұл семинар ойға тұнық, іске серпін берер бастама. Білікті бірді, білімді мыңды жыға деп халқымыз тегін айтпаса керек. Өзінің терең тарихымен ерекшеленетін технология болса да, біз үшін ол жаңа биік. Сатылай кешенді оқыту технологиясы сол биіктің берік баспалдағы. Ахмет Байтұрсынұлы, білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы айтпаса деген екен. Бұл жолда бірге болайық, бірге алға қарай ұмтылайық.